Кейде алға жылжу үшін тоқтап тыңдау керек. Өз өзіңе бір сәт бер. Азамат Скаков, сен. Есте сақтау қабілетін жақсартатын әдеттер. Кез келген сабақты, кітапты, ақпаратты есте сақтау үшін бірнеше техникаларды қолдануға болады. Бірінші, фокус. Ең бірінші мәселе фокус қойып тыңдау. Мысалы, сіз бір конференцияда отырсыз. Спикердің ақпаратын есіңізде сақтап, қабылдап алу үшін оны фокус қойып тыңдау өте маңызды. Телефоныңызды алып, чатта біреумен онлайн сөйлесіп отырсаңыз, фокусыңыз бөлініп кетеді. Сәйкесінше, айтылып жатқан маңызды ақпарат пен білімдер бір құлағыңыздан кіріп, бір құлағыңыздан шығып кетеді. Спикерді назарыңызды бұрып тыңдап, мүмкін болса, маңызды дүниелерін блокнотқа түсіріп, түртіп алып отырыңыз. Екінші мәселе – сұрау. Білмеген адам емес, білмейтін сұрауға ұялған адам ұтылады. Сондықтан кез келген сабақта, курста, ортада бір ақпаратты не тақырыпты түсінбесеңіз, сұраңыз. Миыңызда пайда болған сұрақтарға жауапты сұраған кезде ғана аласыз. Үшінші, эмоция қосу. Кез келген ақпаратқа эмоция қосыңыз. Вау, бұл сонда осындай екен ғой. Мәссаған, мен мұны білмеппін. Шынымен тың ақпарат екен. Сонда әдет қалыптастыру оп-оңай екен ғой. Міне, осы секілді әртүрлі эмоцияларды қоссаңыз, ақпараттар ерекше есіңізде қалады. Төртінші, ассоциация. Кез келген ақпаратты бір дүниемен байланыстырып алыңыз. Біз көбіне танысқан адамымыздың атын ұмытып қалып, кейін қайта сұрауға ұялып жүреміз. Сол кезде ассоциация жасап алыңыз. Марат деген адаммен таныссаңыз, дереу ойша, есімі Марат екен, Марат сыныптасымның аттасы болып тұр ғой, деп ойлап қойыңыз. Сонда келесі жолы бірден есіңізге түседі. 1961 жылы Юрий Гагарин ғарышқа ұшқан деген ақпаратты оқысаңыз, тағы да ассоциация жасаңыз. Демек, менің папам туылмай тұрып 5 жыл бұрын ұшқан екен, деп ойлап қойсаңыз, есіңізге жақсы сақтап қаласыз. Липостат әдісі. Бұл ағзамыздың бір үдерісті қалыпты деп қабылдау процесі. Әдет қалыптастыру орташа есеппен 21 немесе 42 күн уақыт алатынын айттық. Ал біз осы әдетті қалыпты деп қабылдау үшін 90 күн уақыт керек екен. Сіз салмақ тастағыңыз келді. 2 айда 90 килограммнан 78 килограммға дейін түстіңіз. Бұл сіздің идеалды салмағыңыз. Бірақ ағзаңыз осы салмақты ұстап, қалыпты деп қабылдау үшін тағы 3 ай уақыт керек. 90 күн осы салмақты ұстап тұрсаңыз, ғана организм бұл салмақ норма екенін қабылдап, үйреніп кетеді. Көпшілік адам бірден салмақ тастап, артынша тағы да қосып алып жататын себебі осы. Бір рет салмақ тастадым екен деп, босаңсуға болмайды. Осы салмақты 90 күн ұстап тұрғаннан кейін ғана ол сіздің қалыпты салмағыңызға айналады. Әдеттер қашан бұзылады? Біз жасап жүрген әдеттерімізді бекерден бекер құртып алмаймыз. Жасағымыз келмей қалған күндері әдеттеріміз аяқ астынан өздігінен бұзылмайды. Мұның өзіндік себептері, арнайы формуласы бар. Осы ақпараттарды білгеннен кейін бізге өмір сүру әдеттерімізбен жұмыс істеу әлде қайда жеңіл болады. Сізге керек пайдалы әдеттерді бұзып қою 4 себептен болады. Немістің halt деген сөзі бар. Стоп, яғни тоқта деген мағынаны береді. H, hungry. Сіз қатты қарныңыз аш кезде дұрыс шешім қабылдамайсыз. Өзіңізге деп берген уәдеңізді бұзып қою мүмкіндігі тым жоғары. Сондықтан да кез келген диетада бізге қатты аш болуға рұқсат етілмейді. Адамдар қалай артық салмағынан арылады? Аштықпен емес, керісінше көп рет, бірақ аз мөлшерде тамақтанып, салмақ тастайды. Не үшін? Өйткені қарныңыз қатты ашып кеткен кезде сіз ештеңеге қарамайсыз, бірден барлығын жеп қоясыз. A, angry. Сіз ашуланып тұрған кезде өзіңізге берген уәделеріңізді ұмытып, әдеттеріңізді бұзып қоясыз. L, lonely. Әдетте адамдар жалғыз қалған кезінде берген антын бұзып, сөзінде тұра алмай қалуы әбден мүмкін. Мысалы, енді темекі шекпеймін деп бәрінің көзінше айтып, сөз беріп қойған болса, оңаша қалғанда шыдамай темекі тартып қояды. T, tired. Адам қатты шаршап тұрған кезде бәріне қол сілтей салуы мүмкін. Осы жерде байқасаңыз, halt деген сөз шықты.
Аудармасы стоп. Егерде берген сертіңізді, сөзіңізді немесе жоспарыңызды бағыңыз келмей тұрса, өзіңізден сұраңыз. Мен осы 4 құбылыстан қайсысында тұрмын? Осыны анықтап сұраққа жауап табуыңыздың өзі сізге қатты көмектеседі. Бір күні мен үйге кешкі 9-да келдім. Кешкі 6-дан кейін тамақ жемеу маған әдетке айналып кеткен. Бірақ сол күні менің қарным ашып, тамаққа тартып тұрды. Дереу өзіме сұрақ қойдым. Менің қарным қатты аш па? Мен ашулымын ба? Мен жалғызбын ба? Мен шаршап тұрмын ба? Дәл осы күні үйде жалғыз едім. Әрі жұмыстан шаршап келген болатынмын. Екі сезім бірдей қосылса, адамның әдетін бұзып қою процесі де өте қатты жоғарылайды. Бірақ мен өзіме дұрыс сұрақ қойып, жауап беру арқылы өзімді тоқтаттым. Шаршап тұр екенмін ғой, ештеңе етпейді. Ертең таңертең ерте тамақтанамын деп өзімді бастым. Яғни дәл осы сәттегі күйіміздің себебін білуіңіз де өте маңызды. Жоғарыдағы 4 сұрақты жаттап алыңыз. Осы сезімдердің кез келгені немесе бірнешеуі қосылса, сіз жоспарыңызды бұзасыз. 4 анықтаманы білудің өзі сізді тоқтатып, тәрбиелеуге көмектеседі. Жаттап алыңыз, есіңізден шығармаңыз. Роберт Дауни. Әр адам өз өмірінің авторы. Не себесің, соның жемісін көресің. Маған анық бір нәрсе бар. Сенің өміріңде болып жатқан дүниенің бәріне тек өзің ғана жауаптысың. Демек, сен осы нәрсенің бәрімен келісіп тұрсың. Жауапкершілік және сылтау. Жауапкершілікті өз қолыңызға алыңыз. Бұл өте маңызды нәрсе. Өкінішке орай, көп адамның бойында жауапкершілік жетіспейді. Қараңыз, бізге кішкентай кезімізден бастап біреулер көмектескен. Бала кезімізде ата-анамыз, мектепте ұстаздарымыз, университетте кураторлар. Кей кездері өзімізден үлкен аға-әпкелеріміз көмектесті, сұрақтарымызды шешіп берді. Өкінішке орай, біз есейсек те сол қалыпта сондай үмітпен өмір сүріп жүрген болуымыз мүмкін. Бірақ сіз үшін жасап беретін тек қана өзіңіз. Осыны неғұрлым ертерек түсінсеңіз, соғұрлым ұтасыз. Тіпті бастықтан, бухгалтериядан ештеңе күтпеуді үйреніңіз. Қазіргі өміріңізде сіз кей нәрселер ұнамайтын болса, бұл сіздің өткен шақта қабылдаған шешімдеріңіздің нәтижесі. Бірақ осылай екен деп еш қайғырмаңыз. Ойларыңызбен алысып, өкініп отырмаңыз. Жай ғана қабылдаңыз және ары қарай жылжыңыз. Бір жылдан кейін қандай нәтиже болатынын қаласаңыз, демек қазір соған сай әрекет ету керек. Формула оп-оңай, жауапкершілік тек қана өзіңізде. Басқа ешкім келіп сіздің әдеттеріңізді қалыптастырып бермейді. Ешкім сіз үшін жазып, сызып, оқып, білім алмайды. Жоспарларыңызды сіздің орныңызға ешкім орындамайды. Адамдар өзінен жауапкершілікті ысырып тастау үшін неше түрлі сылтауларды ойлап тауып алады. Қолымнан келмейді, мен білмеймін деп айтпаңыз. Үйреніп алыңыз. Сіздің басқалардан қай жеріңіз кем? Ең бастысы қалсаңыз болды. Кез келген дүниені меңгеріп алуға болады. Елде жағдай ауыр. Бұл да бір үлкен сылтау. Сіз қалаған нәрсені беретін ел халық емес, Алла тағала. Ризық несібеңіздің барлығы өзіңіздің ниетіңіз бен еңбегіңізге сай беріледі. Карантин, ковид дегендер де сізге кедергі бола алмайды. Карантинге қарапайым адам болып кіріп, миллионер болып шыққан қаншама адамды білемін. Еңбек етем деген адам жолын тапты. Білмеген болса, онлайнды игерді. Мені солай тәрбиелеген. Өзіңіздің өскен ортаңызды, көрген тәжірибеңізді айтып шектей қоймаңыз. Жоқ жерден өз-өзіңізді аяп отырмаңыз. Алдымен қабылдаңыз, жақсы, сіз белгілі бір жасыңызға дейін осылай өмір сүрдіңіз. Бірақ енді әрі қарай бұлай жалғасқанын қаламайсыз. Демек, қалауыңызға сай жоспар жасаңыз. Сол жоспарыңыз бойынша міндетті түрде әрекет қылыңыз. Тағы бір курс өтіп алайын. Ешқандайда тағы бір деген сылтаумен жауапкершілікті болашаққа асырып жібермеңіз. Тағы бір кітап оқып алайын деп осы кітаптан алған білімдеріңізді құнсыздандырып алмаңыз. Бұл кітапта жазылған білімнің 50%-ның өзін алып, практикада қолдансаңыз кәдімгідей кейін деген нәтиже
көретініңіз анық. Себебі дұрыс әдеттер қалыптастыру миыңыздың жұмысын түсіндірудің өзі тікелей бәріне әсер етеді. Қаржылық жағдайыңызға да, тұлғалық дамуыңызға да, денсаулығыңызға да, қарым-қатынасыңызға да оң өзгерістер алып келеді. Егер бір нәрсе бастағыңыз келіп жүрсе, оған ең ыңғайлы уақыт дәл осы уақыт. Кейінге қалдырмаңыз, сылтау іздемеңіз. Worry buster, уайымды жеңу. Адам өз ойынан өзі таяқ жеп жүреді. Кейде жасап көрмей жатып, ойдан бір нәрселерді шығарып алады. Содан кеудесін уайым басып, бойын қорқыныш билейді. Идеясы сол күні сол жайында қалады. Істеп көрмек түгелі бастамайды да. Осындай сәттерде маған бір формула қатты көмектесті. Сізге де көмегін тигізетіні сөзсіз. Ең бірінші қадам жазыңыз. Сіз нақты неден қорқып тұрсыз? Мысалы, мен 2011 жылдан бері басқарушылық қызметтерде жұмыс істедім. Қол астында 15-20 адам жұмыс істеді. Ең қызығы, осы 12 жылдың ішінде менен айлығымды көтеріңізші деп сұраған 2 ақ адам болды. Олардың айлықтары көтерілді, басқа ешкімнің бұлай сұрауға батылдығы жетпеген секілді. Жазыңыз. Мен бастықтан барып айлығымды көтерші деп сұрауға қорқып тұрмын. Мойындау шешімнің 50%. Сіз қазір нақты мойындап тұрсыз. Екінші қадам. Ең нашар нәтиже қандай болуы мүмкін? Сіз басшылыққа барып, айлығыңызды көтеруді сұрауға қорқып тұрсыз. Ең нашар нәтиже қандай? Шын мәнінде сізді бұл сұрағыңыз үшін ешкім жұмыстан шығармайды. Ешкім сізді ұрсып, сөгейін деп тұрған жоқ. Әрі біз қазақ көңілге қараймыз ғой. Ойланып көрейік немесе қарастырып көреміз деп шығарып салуымыз мүмкін. Шын мәнінде нашар нәтиже жоқ. Үшінші қадам. Ең ауыр нәтиже болды деп қабылдадыңыз. Болуы мүмкін деген ең нашар нәтижені осы орынға салып көріңіз. Сонда ғана нашар нәтиже оқиғаның салдары ауыр болуы мүмкін деген жүкті үстіңізден түсіресіз. Төртінші қадам. Оны болдырмау жолдарын ескеріп, бірден әрекетке көшіңіз. Ең нашар нәтижені болдырмау үшін 1-2 ай сапалы, тиянақты жұмыс істеңіз. Алдын ала жоспарлап барып, басшылыққа кіріңіз. Дәл осы қорқынышты жеңу формуласын сізде қолданып көріңіз. Нәтижесі қуантары анық. Ми және мен. Біз мидың нақты қандай бөліктерден тұратынын білмейміз. Негізі ми 18 бөліктен тұрады. Ми әлемдегі ең мықты аппарат. Ол бізден бөлек емес. Біз оны басқарамыз. Бірақ ми автоматты түрде оған бұрын берген бұйрықтарыңыз бойынша жұмыс істейді. Кезінде берілген тапсырмаларыңыз бойынша сізге қызмет қылады. Әрекетіміздің 95% автоматты түрде жасалады. Префронтальная кора. Тура маңдайыңыздың астындағы бөлік. Бұл тек қана адамда болады. Ол біздің шешім қабылдауымызға жауап береді. Неғұрлым осы бөлім қаттырақ дамыса, соғұрлым дұрыс, адекватты шешімдер қабылдаймыз. Джо Диспенза атты ғалымның айтуы бойынша, префронтальная кораны дамытатын әрекеттердің бірі құлшылық екен. Мысалы, ислам дінінде намаз, буддизмде медитация. Дәл осы уақытта префронтальная кора өте жақсы жұмыс істейді екен. Кітап оқу, ойлану, жоспарлау жұмыстарында да префронтальная кора жақсы дамиды. Яғни жаттыққан сайында мықты бола түседі. Осылайша аналитикалық ойлау қабілеті қатты дамиды. Америкада 1850 жылдары түрмедегі адамдарға түрлі эксперименттер жасайтын болған. Ғалымдар олардың префронтальная корасын қолдан зақымдап, адамдардың өзгерісін бақылаған. Сонда миларының осы белгілі зақымданған адамдардың өмірге деген қызығушылықтары мүлдем жоғалып кетіпті. Артық әрекет жасамайтын болған. Тек бір әрекет жасап, бір бағытта жүреді. Сағаттап қимылсыз отыра беретін болған. Содан ғалымдар адамда префронтальная кора дұрыс жұмыс істемесе, ол шешім қабылдау қабілетінен айырылады деген қорытынды шығарған. Ондай адам миында қалып қойған процесс бойынша ғана өмір сүретін болған. Біз көбірек ойланып, жоспарласақ, неғұрлым көп құлшылығымызды жасасақ, соғұрлым префронтальная кора мықты болады. Сәйкесінше аналитикалық ойлау жүйеміз өте жақсы дамиды. Миымыздың екі түрлі жұмыс істеу режимі бар. Біріншісі молшылық, шабыт режимі. Екіншісі дефицит, яғни стресс режимі. Сіз қай режимде өмір сүріп жатырсыз? Көбіне біз өзіміз байқамай дефицит режимінде жүреміз. Оның көрсеткіштері мынадай. Күніңіз басталды, өтіп кетеді. Уақыт тез өтеді.
қатты бір өзгеріс жоқ, нәтиже жоқ. Адам стресстік режимде өмір сүрсе, барлық нәрсені блоктайды. Тек тамақ жеу және ұйықтау, көбею деген процестер ғана қалады. Стресстік жағдайда ми энергияны сақтап қалуға тырысады. Бұл режимде адам артық салмақты жинап, семіріп кетеді. Ми бүкіл энергияны майға айналдырып, қою туралы шешім қабылдайды. Ертең қиын күн болса, майды қолданамыз деген сақтықпен өмір сүреді. Иммунитетіміз де белгілі бір сұрау жібергенде ғана, стоп, бұл нәрсеге біздің жұмсайтын энергиямыз жоқ, қоя тұр, дейді. Сонымен адам ақырын тез ауырып қалатын аурушаң адамға айналады. Сүйек өсуіне, өзін-өзі емдеуге де организмнің артық энергиясы жоқ. Стресстік режимде жүрген адамның тістері сарғайып, жалпақ тілмен алғанда құрттап кетеді. Себебі ми блоктап тастаған керекті витаминдер жоқ. Оқу, даму, жаңа қызығушылық, іздену деген дүниелерде жайына қалады. Барлығына беретін мидың жауабы, оған уақыт жоқ, күш жоқ. Бұның барлығы ешқандай да сіздің жалқаулығыңыздан емес. Негізі себеп сіздің стресстік режимде жүргеніңіз. Егер стресстік режимде жүрген болсаңыз, одан қалай шығуға болады? Шын мәнінде бұдан шығу сіз ойлағаннан да қатты қиын емес. Стресстік режимде жүргеніңізді біліп мойындауыңыздың өзі шешімнің 50%. Әрі қарай одан шығудың қарапайым жолы көбірек құлшылық қылу, медитация жасау және өзіңізді тыңдау. Ең бірінші әрекетіңізді қазір жасаңыз. Қағазды алып, осы сұрақтарға жауап жазып көріңіз. Мен кіммін? Қайдан келдім? Қайда бара жатырмын? Армандарым қандай? Өзімді іздеп жүрмін. Мен не істеп жүргенімді білмеймін. Дұрыс өмір сүріп жүрмін бе? Осы жұмыста істегенім маған керек пе? Өзіме керек ортадамын ба? Осындай сұрақтардың барлығы өзіңді табу дегенге алып келеді. Икигай деген өзіңіздің қалаған, сіз жақсы білетін және адамдар ол үшін ақша төлеуге дайынсыз. Олардың барлығы ортақ болған жерде сіздің икигайыңыз бар. Ол жерде сіз өзіңізді потокта сезінесіз. Бұл іспен айналысқанда сіз шаршамайсыз. Өзіңіздің сүйікті ісіңізді табу туралы дайындалған арнайы тест бар. Сол тестте қандай істі сізге ақша төлемесе де тегін істеуге дайынсыз деген сұрақ көрсетілген. Адамның икигайын осы жауаптан да табуға болады. Өзіңіз жақсы көретін жұмысты тауып алсаңыз, сіз ешқашан жұмыс істемейсіз. Бар болғаны өзіңіз демалатын, жақсы көретін іспен айналысасыз. Адам өзін өзі таппайды, себебі ол өзін жоғалтып алған жоқ. Адам бар болғаны өмірдегі әдеттері мен әрекеттері арқылы өзін өзі қалыптастырады. Өзіңізді іздемеңіз, бірақ өзіңізді таныңыз. Сізде ашылмай жатқан кітапсыз, қайталанбайтын геніңіз бар, болмысыңыз бар. Сізге не ұнамайды, не ұнайды, қандай өмір сүргіңіз келеді, немен айналысқыңыз келеді, қолыңыздан жақсы келетін істер қандай? Өзіңізге осы секілді сұрақтарды қойыңыз және икигайыңызды іздеңіз, табыңыз. Төмендегі кестені толтырып шығу арқылы икигайыңызды анықтап көріңіз. Кестені толтырған соң тағы бір қарап шығыңыз. 3 кестеде де жазылған ортақ істер сіздің икигайыңыз болып шығады. Мысалға кестеде менің қолымнан келетін істер, адамдар маған қандай қызметтерім үшін ақша төлеуге дайын, маған қандай іспен айналысқан ұнайды деген сұрақтарға 10 нұсқадан жауап жазып шығыңыз. Жаңа қабілетті меңгеру мүмкіндігі. Жаңа қабілеттерді енгізіп отыру бүгінгі заманның талабы. Уақытыңызды дұрыс жоспарлап кіріссеңіз, кез келген қабілетті 2-3 айда өте жоғары деңгейде меңгеріп аласыз. Қазір баяғыдай қиын ештеңе жоқ. Мысалы, интернет-маркетинг немесе коуч менторлық қабілетін үйреніп, түсіну үшін университет оқудың керегі жоқ. Әрі кетсе 6 айдың ішінде білім плюс тәжірибе алып, профи болып шыға аласыз. 21 ғасырда бір ғана мамандықпен шектеліп қалуға болмайды. Себебі бәсекелестікке қабілетсіз болып қаласыз. Ойлаңызшы, мысалы менің бір компаниям бар дейік. Мен компанияға IT маманын жұмысқа алуым керек. Мамандарды таңдап жатқан кезде алдыма тек қана IT білетін және IT-ге қоса маркетингті меңгеріп алған маман келетін болса, басымдықты екінші маманға береді. Яғни қосымша жаңа қабілеттер сізге бәсекеге қабілетті болуға алып келеді. Бір аптада 168 сағат бар.
Сол сағаттың 3 сағатын ғана жаңа қабілетті меңгеруге арнасаңыз, 3-6 айдың ішінде сіз толыққанды нәтиже көрсетесіз. Керек кезде үйреніп аламын деген ой жүзеге аспайды. Өзіңіз өмір сүріп жатқан дәуірді, қоғамды зерттей жүріңіз. Жарты жылдан кейін, 1 жылдан кейін қандай мамандықтар мен қабілеттер сұранысқа ие болады? Сол бағытқа қарай бой түзеңіз. Мысалы, қазір мобилография өте актуалды. Ал осыдан 2 жыл бұрын оған ешкім мән бермеді. Телефонмен қай бір видео түсіреді дейсің деп жеңіл-желпі қарады. Ал қазір мықты мобилографтар 15 секундтық видео үшін 200 мың теңге алады. Әрине, оны түсіруге шамамен 1 сағаттай уақыты кетеді. Монтажы бар, бірнеше сағаттарды алуы мүмкін. Дегенмен, осыны 2 жыл бұрын біреуге айтсаң, ешкім сенбейтін еді. Ал қазір нарықта сұраныс жоғары. Әр қабілет плюс құндылық. Сізге жаңа қабілетті меңгеру бүгінгі күні өте қолжетімді. Ол үшін бар болғаны қарапайым қадамдарды жасасаңыз болғаны. Осы қабілет бойынша 3 кітап оқу. Сол қабілет бойынша 3 конференцияға қатысу немесе видео сабақ көру. 1-2 толыққанды курстан өту. Мысалы, мен ұйқы туралы сабақ жүргіземін. Алдымен өз өміріме енгіздім, ал алғашқы курсымды мен бір кітаптан алған білімімнен өткіздім. Кейін уақыт өте келе бұл қатарда білімді толықтырдым. Бірақ алғашқы әрекет үшін маған бір кітапта жеткілікті болды. Сонымен жаңа қабілетті қалыптастырудың қарапайым формуласы 3 кітап плюс 3 видео плюс 2 курс. Қазіргі курстардың сапасы университет сабақтарынан да ұтымды болып келетіні өтірік емес. Руминация халі. Руминация халі қайта-қайта бір мәселені шайнай беру, ойлай беру. Миымыздың бізге берген 2 түрлі мүмкіндіктері бар. Біріншісі шешім қабылдау мүмкіндігі, екіншісі руминация халіне түсу мүмкіндігі. Көшеде бір ит сізге үрді деп ойлайық. Сіз қашып құтылдыңыз. Бұл шамамен 20 секундтық қана процесс. Негізінде қашып, алысқа ұзап кеткеннен кейін сіз бұл оқиғаны ұмытып, өз жоспарларыңыз бойынша ісіңізді жалғастырып кете беруіңіз керек. Ал сіз 10-15 минуттан кейін де әлі сол оқиғаны ойлап жүрген болсаңыз ше, ол ит неге үрді? Мұны иттің иелеріне айту керек. Осы итте бір қанды ішіп бітті деп фокусыңыздың барлығын сол итке тастап кетесіз. Негативті ситуацияны қайта-қайта ойлай беретін бұл жағдай руминация халі деп аталады. Бұл халдің сізге келіп кетер 1 грамм пайдасы жоқ. Көп энергияңызды алып қояды. Шығудың бір ғана жолы бар. Шешім қабылдау. Осындай жағдай болды. Мұны келесі жолы болдырмау үшін не істеуім керек деп ойланыңыз да шешім қабылдаңыз. Шешім қабылдасаңыз өте жақсы. Ал ешқандай шешім қабылдамасаңыз, автоматты түрде руминация халіне түсіп кетесіз. Сізде шешім қабылдауға бар болғаны 5-7 секунд уақытыңыз бар. Ит үрді, демек енді бұл көшеден өтпеймін. Болмаса, кешке қарай иесіне ескертемін. Шешім осылай қабылданады. Әрі қарай әрекетке өтіп кетсеңіз, мәселе сол жерде жабылады. Ал шешім қабылдамай, қайғырып, бас ауырта берсеңіз, префронтальная корадан мидың бір бөлігі миндалинаға тікелей сигнал барады. Миндалина жүйеден қанға адреналин және кортизол гормондары бөлінеді. Бұл 2 гормон қанға араласқан соң сабыр ету мүмкін емес. Ал бәрібір бұл халге түсіп қалсаңыз, сабыр сақтап та керек емес. Қаныңыздағы гормонды шығарып тастау керек. Ең дұрыс жолы спортпен айналысып тер арқылы шығару. Ұнамайтын дүние бар ма? Өзгертіңіз. Өзгерте алмайсыз ба? Онда ол жерден кетіңіз. Жалпы кез келген жағдайда қайғырып, ойланып, өзіңізді шаршатып алмаңыз. Руминация халі адамға өте зиян. Әдет қалыптастыру уақыты. Әдет қалыптастырудың ең ыңғайлы әдемі уақыты таң. Америкада бір зерттеу жұмысы жүреді. Скрипка үйренуге бір топ адамдарды жинайды. Оларды 2-ге бөледі. Бірінші топқа күнде таңертеңгі уақыт сабақ қояды, екінші топтың сабағын кешкілік уақытқа белгілейді. 40 күннен кейін нәтиже белгілі болады. Таңертең сабақ алған оқушылар 67%-ға жылдам үйренген, ал кешкі топта нәтиже көрсеткендердің пайызы 37 ғана. Ертең негізі уақыт өте көп. Жұмысқа дейін 3-4 сағат уақытыңызды өзіңізге бөліп алыңыз. Мейлі ол спорт болсын, курс болсын, жаңа білім болсын. Миымызда альфа жағдай деген түсінік бар. Ол енді оянған кездегі миыңыздың жағдайы. Бұл кезде ми өте тынық болады. Кез келген сұрақты жеңіл шеше алады.
Дәл осы альфа кезеңді қолдану керек. Сізде екі таңдау бар. Бірінші жол жұмысқа 30 минут қалғанда ұйқыдан тұрып, асығыс таңғы астың өзін ішер-ішпестен жұмысқа шығу. Екінші жол ерте тұрып, асықпай кітабыңызды оқып, жоспарыңызды жазып, таңғы асыңызды ішіп жұмысқа бару. Қай жол жағымды? Әрине, екінші жол өте ыңғайлы, пайдалы. Ең бастысы, миымыздағы альфа жағдайды стресске жұмсап жібермеу керек. Бәрі бірден болмайды. Біз бәрінің тез бола салғанын қалаймыз. Дегенмен ерік-жігер тұрақтылықты қадағалауды талап етеді. Осыны мойындап, сол бағыт бойынша әрекет ету керек. Біз не істейміз? Асығамыз. Бүгін қалаған нәрсеміздің ертең қолымызда болғанын қалаймыз. Десе де, қанша асықсақ та кез келген процесс белгілі бір уақытты талап етеді. Тез арада байып кету керек. Тез денсаулықты жақсартып алу керек. Срочно ұйқыны дұрыстау керек. Өміріміздегі қай нәрсені срочно тез реттеп алғымыз келіп жүр. Біз Прагаға көшіп барғанда бір қызық оқиға болды. Келдік, орналастық. Сол күні түнде 10:30-да балаларымыз шулағаны үшін көршілеріміз полиция шақырды. Үйдің иесі хабарласып, шок болып тұр. Сендер неге шулап жатырсыңдар? Балалар ұйықтамаған ба? Деп аң-таң. Ал балаларда қайдағы ұйқы? Олар түнгі сағат 1-2-ге дейін жүріп үйреніп қалған ғой. Қалай ойлайсыз? Ертеңгі сағат 9-да балалар ұйықтап қалды ма? Жоқ, әрине. Ұйықтардан 1,5 сағат бұрын жатыңдар, тістеріңді жуыңдар деп шулап жүріп, әйтеуір үйреттік. Оларды ерте ұйықтауға үйрету үшін бізге 10 күн керек болды. Басқалар үшін балаларын ерте ұйықтатып үйретуге 1 апта немесе 1 ай қажет болуы мүмкін. Әркімде әртүрлі уақыт кетеді. Ең бастысы, тұрақты қайталай отырып, белгілі бір уақыт ішінде діттеген мақсатқа қол жеткізуге болады. Есте сақтау керек. Бәрі бірден болмайды. 9 әйелің болса да, 1 айдан кейін балалы бола алмайсың, деп бір кісі айтып еді. Әрине, 9 айдан кейін нағыз катастрофа болуы мүмкін. Бірақ расында да адам қанша асыққанымен 9 айдың жүзін көрмей бала дүниеге келмейді. Осы жердегі белгілі бір заңдылықтарға бағыну керек. Қалауыңызға жетудің, мақсатыңызды орындалудың қарапайым формуласы асықпаудан және тұрақтылықтан басталады. Дұрыс әдеттердің зияны. Адамдардың әдеттері өзгере бастаған кезде өмірдің басқа сфераларында да оң өзгерістер бола бастайды. Ақтөбелік Мадияр деген кәсіпкермен менторлық бағдарламасы негізінде 3 ай жұмыс істедік. Менторлыққа келген кезде Мадияр мырзаның басты сұранысы күнделікті режимін реттеу, баланс қалыптастыру және денсаулығын дұрыстау болды. Яғни табысын арттыру немесе қандай да бір материалдық құндылықтар басты орында болмады. Десе де, сол үшін 3 ай ішінде өзі жалға алып отырған жерден көшіп, бизнесіне жеке ғимаратын сатып алды. Ал 1 жылдық табысы өткен жылмен салыстырғанда 25%-ға артқан. Әрине, бизнестің жүріп, даму үшін тек қана бір фактор маңызды рөл ойнамайды. Дегенмен, ойын жүйелеп, режимді дұрыстау, өмірдің барлық сфераларындағы балансты сақтау табыстың артуына да тікелей әсер етеді. Менің марафоныма, курсыма, жеке талдауға және менторлыққа келетін адамдардың басым бөлігі өмір мен ойын жүйелегісі келеді. Ал өмірдің барлық салалары бір-біріне тікелей әсер етеді. Ұйқысы дұрыс емес адам энергиясы тасып, құлшынып жұмыс істей алмайтыны анық. Жеке өмірінде гармония жоқ адамның бизнесінде де тұрақтылық, жүйе болуы қиын. Өмірдің барлық сферасын алып, бірден жүйелеп тастауда мүмкін емес. Бұл процестердің жүйеленуі белгілі бір уақытты талап етеді. Ең алғашқы қадам жаңа дұрыс әдеттерді қалыптастырудан басталады. Арнайы дәстүрлерді де енгізіп алуға болады. Мысалы, біздің отбасымызда еркектер күні бар. Бұл негізі ұлдармен жеке сапалы уақыт өткізу үшін ойлап табылған дәстүр болатын. Осы еркектер күні идеясы ұнап, әдетке айналдырған оқырмандарым алғысын айтып жазып тұрады. Тек ер азаматтар емес, олардың әйелдері де күйеулерінің ұлдарына көбірек көңіл бөліп, аралары жақындағанын жазады. Инстаграмда дұрыс адаммен дұрыс уақытта ішілген кофе өте пайдалы деген текстпен тұрақты сториске салып тұрамын. Бұл менің келіншегіммен бірге уақыт өткізгенде салынып тұратын дәстүрге айналып кетті. Инстаграмдағы идеологияның әсері шығар. Бұл дәстүрді де өмірлеріне енгізіп, алғысын білдіріп жазып тұратындар көп. Өмірлік баланс туралы соңғы бөлімде толығырақ толықтырамын.
түсініп тапсырмасын орындап, өзіңіздің өміріңіздегі балансты тұрақтылығына мән беріп тұруды ұмытпаңыз. Дұрыс әдеттерді қалыптастырудың ешқандай да зияны жоқ. Ал күлкі сыр пайдасын көретініңіз анық.